Ары қарай Алматы облысы апортымен таң қылған Алатаудың бөктері, желтоқсанда жаңғырған тәуелсіздік көктемі. Хан тәңірі түсі әппақ, биігінде бай дей отырып, келесі сөз элективті курс географиялық карталар мен картография негіздері тақырыбында сөз кезегін Рауза Болатбековнаға береміз. Ұсынамыз. Құрметті әріптестер, элективті курсының тақырыбы географиялық карталар мен картография негіздері. Бұл 7-ші сынып оқушыларына арналған авторлық бағдарлама. Авторлық жұмыс оқу бағдарламасына негізделген үлгілі бағдарлама мен сабақтастықты ескере отырып құрастырылды. Білім беру кезеңінде саналы, дұрыс, коммуникативті оқу дағдыларын жетілдіру, логикалық қабылдау, дамыту, функционалдық сауаттылықтарын арттыру, пәнге деген қызығушылықты, зерттеушілік қабілетті дамытып, қалыптастыруға бағытталған. Мақсаты оқушыларға географиялық карталардың жүктелуін түсіндіру, олардың түрлерін ажырата білуге үйрете отырып, картография мен экономикалық ұғымдарды бір-бірімен тығыз байланыстырып, картографияның қоғамдағы рөлін ұғындыру. Оқушыларға картографиялық кескіндемелер, бағдарлау тәсілдерін үйрету, білімдерін шыңдау. Міндеттері: курс барысында математика, геометрия, тарих және де басқа пәндермен байланыстыра отырып, теориялық және практикалық тұрғыдан білімдерін жетілдіру. Сонымен қатар, соңғы жылдары ғылым мен техника жетістіктері нәтижесінде қолданылып келе жатырған аэро және ғарыштық түсірілімдер арқасында жасалынған карталардың маңыздылығын түсіндіру. Курс 3 бөлімнен тұрады. Бірінші карта және картография, екінші топографиялық карталар, үшінші карталардың математикалық негіздері. Жалпы бұл бағдарламаның басты ерекшелігі оқушылар карта арқылы практикалық тапсырмаларды көбірек орындайтын болады. Тапсырмалар оқушылардың есте сақтау және шығармашылық қабілеттерін дамытуға көмектеседі. Бұл курстан қандай нәтиже күтеміз? Бірінші, географиялық карталар және картография туралы оқушылар жалпы мәліметтермен танысатын және білетін болады. Географиялық карталардың маңыздылығы, географиялық нысандарды кескіндей отырып, картаның тілін меңгеру, жергілікті жерді бағдарлау тәсілдерін, жер бетінде қашықтықты өлшеу, қағаз бетіне түсіру әдістерін, карталардағы бейнелеу әдістерін, картографиялық проекциялар, картадағы бұрмалануларды анықтаудың қарапайым тәсілдері, координаталарды анықтаудан, карталарды пайдаланудың анықтауды үйренеді. Және де карталарды пайдаланудың басты артықшылығы географиялық ұғымдарды көрнекі түрде түсінеді және теория мен практиканың арасындағы байланысты білетін болады. Мен осы жерде берілген авторлардың еңбектерін пайдалана отырып, осы курс элективті курсты жазып құрастырған болатынмын. Жалпы қорытындылай келе, курс соңында оқушыларда картаны дұрыс оқу, түсіну және картографиялық ақпаратты талдау дағдылары қалыптасады. Карталар оқушыларға әлемнің физикалық, әлеуметтік, экономикалық және саяси карталарын зерттеуге мүмкіндік береді. Бұл олардың жалпы білімнің негізінде оқушылардың дүниетанымын кеңейтіп, әртүрлі құбылыстарға анализ жасау дағдыларын дамытады. Осылайша карталарды қолдану оқытудың тиімділігін арттырып, географиялық білім берудің сапасын жақсартады. Назарларыңызға рахмет. Рахмет, Рауза Болатбековна, өте тәжірибелі ұстаз. Осы Рауза Болатбековнаның авторлық жұмыс туралы сұрақтарыңыз болса, пікір алмасу уақытында келіп сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады.